Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қатпарлы қамырдың ең оңай жасалатын, яғни жаюды қажет етпейтін әдісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Осындай қатпарлы қамырмен тәтті де және тәтті емес те выпечкаларды жасауға болады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші біз бір жұмыртқамызды аламыз. Жұмыртқамыздың үстіне бір шай қасық тұз саламыз. Және де міндетті болып келетін құрамындағы зат ол бізде уксус болып табылады. Осында яблочный уксус, яғни алмалы уксусынан бір шай қасық қосамыз. Бір шай қасықтан артық қосу керек емес, бірақ та уксус міндетті түрде қосу керек. Одан кейін шанышқымыздың көмегімен жақсылап тұрып, осы қоспалардың барлығын біріктіргенге дейін араластырып аламыз. Қазір біз араластырып болғаннан кейін осы сұйықтығымызды салқын суға құятын боламыз. Суымыз міндетті түрде салқын болу керек, мұздатқышта ұстауларыңыз керек. Мұздай барлық құрамындағы заттар, жұмыртқамыз да, суымыз да, барлығымыз да мұздай болу керек. Әйтпесе бізде қатпарлы қамыр шықпай қалуы мүмкін. Міне біз қазір жұмыртқамызды суымызға қосып жақсылап араластырып алдық. Енді қайтадан мұздатқышқа қойып қоямын, немесе тоңазытқышқа қойсаңыздар да болады. Оған дейін қамырмен жұмыс жасайтын боламыз. Ол үшін біз ұнымызды саламыз және де қатып тұрған сары майды осылайынан үкішімізден өткізетін боламыз. Үкішімізден өткізіп, қолымыздың көмегімен осылайынан міне араластырып тұрыңыздар. Міндетті түрде біздің сары майымыз салқын болу керек. Өйткені бізде қазір бөлме температурасында немесе қолымызда ол еріп езіліп кетуі мүмкін. Бізге ол керек емес. Сондықтан міндетті түрде өте қатты салқынын, мұздап тұрғанын алып қолданыңыздар. Міне мен барлық сары майымның барлығын осыдан үкіштен өткізіп шықтым. Енді қазір сіздерге көрсетемін қандай қамыр шығу керектігін. Міне осындай қамыр болуы керек. Қолымызбен ұстаған кезде осылай арасында майлар көрініп тұру керек. Сондықтан да үкіштен біз майды өткізген кезде насадкасы кішкене үлкенірегін алғандарыңыз дұрыс болады. Қазір мен ортаңғы бөлігін осылайынан босатып аламын. Барлық осы қатпарлы қамырды өзімізге осындай ыңғайлы таза жерде жасай бересіздер. Ыдыс қолданып керек емес. Ортаңғы бөлігіне бағанағы сұйықтығымызды құямыз. Енді міне осылайынан шеткі жақ бөлігінен бастап ортасына қарай осылай міне ұнымызды жауып отырамыз. Ұнды илемейміз, тек қана осылай міне шетінен бастап ортасына қарай барлық жерден шетінен ортасына дейін әкелетін боламыз қолымыздың көмегімен. Өте оңай жасалады. Илемеңіздер қамырды. Осылайынан мен қазір төртбұрыштеу келген форма жасауым керекпін. Сол үшін де мен екі жақ шетінен алып, осылай төртбұрыш форма жасап жатырмын. Біздің міне қамырымыз дайын болып қалды. Енді қазір пищевая пленкамен немесе салфан пакетке салып алсаңыздар да болады. Осылайынан саламын. Қазір мен міне пищевой пленкаға орап жатырмын. Орап болғаннан кейін өзіме кішкене ыңғайлы болатындай төртбұрыш форма жасағым келіп тұр. Сол үшін де міне шет жақ бөліктерін, үстілерін барлығын басып, төртбұрыштай келген форма жасап алдым. Енді осы қатпарлы қамырымызды мұздатқышқа салып қоямыз. Кем дегенде 5-6 сағатқа қойып қойыңыздар. Содан кейін қолдана берсеңіздер болады. Келесі видеоларда біз осы қатпарлы қамырдан тәтті немесе тәтті емес выпечкалар дайындайтын боламыз. Сондықтан да міндетті түрде осылайынан жасап көріңіздер. Егер видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Қоңырауша белгісін бассаңыздар, каналымдағы жаңа видео рецепті алғаш болып көретін боласыздар. Келесі кездескенше.